Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Айдана. Бүгін сіздерге өте керемет, оп-оңай дайындалатын пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ең алдымен ыдысқа сары майды салып, үстінен қантты қосамыз. Жақсылап миксердің көмегімен біркелкі етіп араластырамыз. Болғаннан соң жұмыртқаны бір-бірден салып, біркелкі масса шығаратын боламыз. Осылай барлығын араластырамыз. Ал енді үстінен қаймақты саламыз. Тағы да жақсылап миксермен араластырамыз. Бізде біркелкі масса шығуы қажет. Дайын болған массамыздың үстінен ұнды саламыз. Қопсытқыш және де тұз. Енді жақсылап осылай лопаточканың көмегімен араластырамыз. Міне біздің массамыз дайын. Ал енді бетіне салатын жемістерімізді дайындаймыз. Өзіңіздің қалауыңызша қолдансаңыз болады. Үстінен қант және де кукурузный крахмалды салып, жақсылап араластырамыз. Жеміс-жидекті негізі көбіректеуде салсаңыз болады. Менде бұл жерде 100 грамм. Қалауыңызша 300 граммға дейін қоссаңыз болады. Ал енді керекті формамызды алып, массамызды салып шығамыз. Формаңыздың үлкендеу болғаны жақсы. Барлық массамызды салып, біркелкі етіп жаямыз. Және де үстінен қалған жеміс-жидектерімізді салып, 180 градуста шамамен 20-25 минут пісіреміз. Піскенін ағаш таяқшамен тексеретін боламыз. Егер де духовкаңыз тез қызатын болса, шамамен 20 минутта пісіп қалады. Ал енді крем дайындаймыз. Ол үшін сары майға қантты қосып, жақсылап араластырамыз. Сары май қолданбасаңыз да болады. Үстінен қаймақ саламыз. Егер де сары май қолданбайтын болсаңыз, қаймақтың қоюлығы 30% болуы қажет. Қаймақты жай ғана қантпен араластырсаңыз да болады. Міне біздің пирогымыз пісіп шықты. Енді осылай ыстықтай піскен кезде үстінен кремімізді құямыз. Барлық жеріне жағып шығып, бөлме температурасында бірінші салқындатып аламыз. Бөлме температурасында толығымен салқындағаннан соң тоңазғышқа шамамен 1 сағат 2 сағаттай уақытқа қалдырамыз. Міне біздің пирогымыз тоңазғышта шамамен 1-1,5 сағаттай уақыт тұрды. Сонымен дайын, міндетті түрде дәл осы рецептімен жасап көріңіз. Дәмі өте дәмді болады және де влажный болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Егер де видео рецепт ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыз.